Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат. Бұл қазіргі ай қасиетті Рамазан айы. Қасиетті Рамазан айында сауабы шексіз ай. Бұл айдағы жасалған хайыр істер, хайыр садақалар оннан 700 есеге дейін артық сауап беріледі. Жалпы Рамазан айында ораза уақытысында қандай бір істі жасасаңыз, Аллах Тағала оның қайрымын міндетті түрде сізге береді. Мысалға, Рамазан айында адам жомарт болу керек. Жомарттығымыз соншалықты мейірімділігімізбен біреуге, мұқтаж жандарға қайырымдылық жасайтын болсақ, Аллах Тағала сол қайырымдылығымыздың арқасында, пайғамбарымыздың хадисі бар, егер біреуге хайыр садақа жасасаң, Аллах Тағала сол садақаң арқылы саған беретін жақсылығы, біріншіден садақа жасаушы адамға өмір жасы ұзартылады. Яғни Аллах Тағала оған өмірге және өмір сыйлап береді. Садақа бұл пайғамбарымыздың хадисінде келеді. Садақа деген бәле жаланың тосқауылы дейді. Яғни қандай бір бәле жала саған келетқан болса, соның тосқауылы ол садақа. Сол үшін де садақа ол тозақ отының қалқаны. Яғни садақа жасаған адам біріншіден ол өзінің рызықына береке береді. Яғни садақаның соншалықты оның жақсылығы, сол Алланың разылығы үшін бір нәрсені садақа қылған болсаң, Аллах Тағала сенің дүниеңді еселеп беретіні анық. Қасиетті Рамазан айында мұқтаж жандарға әсіресе қайырымдылық жасасаңыз, көп балалы отбасы бар, немесе жалғыз басты әйелдер, олардың бала шағасы және соған байланысты қандай кез келген қайырымдылықты сіз жасайтын болсаңыз, міндетті түрде ол қайырымдылығыңыздың қайырымы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрине өзінің үмметіне әсіресе Рамазандағы әрбір отбасы, жан басына садақа береді. Мысалға, пітір садақасы болсын, мысалға, зекеті болсын, мысалға, жай бір қарапайым садақасы болсын, бұл садақалардың пайдасы орасан зор. Сол үшін де құрметті бауырлар, біз әр уақытта садақа беріп жүрейік. Өйткені садақа бәлені қайтарады деген пайғамбарымыздың хадисіне амал жасайық. Өйткені садақада Алланың разылығы тұрғанын естен шығармайық. Сол үшін де пайғамбарымыздың осы бір кімге мысалға садақаны, мысалға қолымен біреуге жәрдем берсең де, немесе сөзбен берсең де, немесе қаражатпен садақаңызды жасайтын болсаңыз, әрине бұл нұр үстіне нұр. Осымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасиетті Рамазан айында мысалға біреуге, мұқтаж жанға қол ұшыңызды үзбесеңіз, әсіресе ол осы айда оның сауабы оннан 700 есеге дейін артады. Сол үшін біз қайырымдылық деген нәрсені естен шығармауымыз керек. Өйткені қайырымдылық, пайғамбарымыз айтады, садақа берсең, оң қолың берсе, сол қолың көрмесін дейді. Яғни бұл қазақтың да мақал мәтеліне айналған. Яғни садақа берген кезде, әрине садақаның жасырын бергені абзал болады. Ал зекеттің көрсетіп бергені, өйткені зекетті көрсетіп берсеңіз, басқа адамдар мал дүниеден зекет беру керектігін біліп, және де ол зекет басқаға да өнеге болады. Сол үшін де зекет ол міндетті түрде қайырымдылық жасауға жатады.
Өйткені сол қайырымдылықты, зекетті, садақаны мұқтаж адамдарға берген абзал болады. Өйткені мұқтаж адам шындығында оның ала алмай жатқан, өзінің мұқтаж болып жатқан дәрісі болуы мүмкін, немесе тамағы болуы мүмкін. Сол ісіне сіз себепкер болсаңыз, ол нұр үстіне нұр болады. Аллах тағала мына баршаңыздың игі істеріңізден разы болсын дейміз. Қайырымдылықты, қазақта сөз бар, садақаны сауыңда бер деген. Басымыз аман есен болған кезде садақа жасасаңыз, әрине бұл Аллах тағала осы садақаңыздың қабылдығын берген болса, Аллах тағала сіздің ертеңгі қиямет күні осы жасаған амалдарыңыз міндетті түрде жазылады. Сол үшін де қайырымдылық жасап, бауырлар, яғни қаражаты бар адам мұқтаж жандарға беруі қажет. Яғни ол садақасы болуы керек. Сол үшін де құрметті бауырлар, Аллах тағала жақсылықта мұсылман бауырлар жарысу керек. Жақсылықта еш уақытта кемде қалмауымыз керек. Қолымызда бар нәрсені біз бөлісіп, өзіміз бауырмалдық жасап отыратын болсақ, әрине ол нұр үстіне нұр болады. Алла разы болсын баршаңыздан.